1 мамыр Қазақстан халықтарының бірлігі күні. Аталған мерекенің тарихына үңілсек, 1890 жылы Парижде өткен 2-ші интернационал конгресінің шешімімен 1886 жылы Чикагода болған америкалық еңбекшілердің 8 сағаттық жұмыс күнін талап етіп, капиталистер мен қанаушыларға қарсы жан қиярлық күресінің құрметіне Варшава қаласында сол жылдан бастап 1 мамыр еңбекшілердің ынтымағы мерекесі ретінде аталып келеді. Алғаш айтулы мейрамды 1890 жылы Бельгия, Алмания, Дания, Испания, Италия, ақш, Норвегия, Франция, Швеция сияқты мемлекеттер атап өтті. Содан бері саяси жүйелер жаңғырса да, қазіргі таңда 1 мамыр мерекесін әртүрлі мазмұнда әлемнің 66 мемлекеті тойлайды. Украинада 1 мамыр күні халық алаңда мереке ұйымдастырып, орманда серуен құрады. Оңтүстік Африка Республикасында халықтық өнер туындыларының көрмесін ұйымдастырып, төмен бағамен жалпы халыққа арналған тұрмыстық бұйымдар сатылады. Сицилияда жергілікті халықтың сенімі бойынша бұл күні даладан түймедақ теру бақыт әкеледі. Испанияда бұл күн гүлдер мерекесі болып саналады. Австрия, Болгария, Бразилия, Қытай мемлекеттерінде еңбек мейрамы ретінде аталып өтіледі. Ресей империясында 1890 жылдан бастап 1 мамыр мерекесі аталып келеді. Алайда 1897 жылы бұл мейрамды тойлаудың арты саяси сипат алып, бұқаралық бас көтеруге ұласады. Тек большевиктер 1917 жылдан бастап 1 мамыр мерекесін тұрақты түрде атап өтуді дәстүрге айналдырған. ТМД елдері ішінде Ресей мен Молдавия бұл мейрамда қатарынан 5 күн демалады. Ал Әзірбайжан, Грузия, Түркменстан және Өзбекстанда 1 мамыр жұмыс күні. Бірақ өзбек, түркмен жұрты бұл күні ұлттық тағам дайындап, өзбекше, түркменше тойлайды. Бейбіт елдің берекесіне айналған біздің мемлекетте 1 мамыр ең ірі мерекелердің бірі болып саналады. Еліміздің барлық өңірлерінде дерлік 1 мамыр тойланады. Мақсаты ел ішіндегі түрлі ұлт пен дін өкілдерінің бір-біріне деген сый құрметін арттырып, татулықты, бірлікті, ортақ құндылықтарды насихаттау. Бірлік болмай тірлік болмас деген атам қазақ. Берекені көздеген ел мерекелі тірлік жасаудан жалықпаған. Береке бастауы бірлік, ел іші тату тірлік қағидасын ұстанған ел үшін бұл мейрамның орны ерек. Жыл сайын атаулы мерекеде Қазақстан аумағында тұрып жатқан 130-тан астам ұлт пен ұлыс өкілдері киелі қара шаңырақта тату-тәтті, береке мен бірлікте, бейбітшілік пен ынтымақта өмір сүріп жатқандығын тойлайды. Еліміздегі этностарды бұрынғыдан да жақындастыру үшін бүкіл Қазақстанда жаппай патриоттық шерулер өтеді. Мемлекеттің экономикалық өсуі, әлеуметтік ілгерілеуі, демократиялық дамуы, қоғам бірлігі ұйысқан және сақталған жағдайда ғана жүзеге асады. Ал ұлттар арасындағы бірлікті қамтамасыз ету демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет құрудың маңызды шарты. Сонымен қатар, ұлы далада орныққан ел бірлігі мерекеге ұластыру, әлемдік қауымдастық тарапынан жоғары бағаланған достық пен келісімді паш ету халықтар арасындағы тұтастықты одан сайын нығыздай түседі. Республикада қазақтардан басқа 131 ұлыстың өкілдері тұрады. 2016 жылы өткізілген халық санағының қорытындысы бойынша халықтық этноқұрамы келесідей болды. Қазақтар 65,12%, орыс ұлты 21,8%, өзбек ұлты 3%, украиндар 1,8%, ұйғырлар 1,4%, татарлар 1,2%, немістер 1,1%, корей ұлты 0,6%, түрік ұлты 0,6%. Бірлігіміз жарасқан тәуелсіз ел Қазақстан. Назарларыңызға рахмет. Осымен 1 мамыр мерекесіне орай жасалынған видео сабағымыз аяқталды.